куб минус n куб қосылған 2n минус 2m. Бұл жерде a куб минус b кубтың формасына келіп тұр. Демек бірінші шақшада бізде m минус n болады, екінші шақшада m квадрат қосылған mn қосылған n-нің квадраты болады. Одан кейін мына жерде 2-ні жақшаның сыртына шығарамыз. Минус 2-ні жақшаның сыртына шығарамыз. Сол кезде жақшаның ішінде m минус n қалады. Енді осы екеуін қарап отырсақ, ортағы бізде m минус n, яғни көбейткішті алдына шығарамыз да, келесі жақшаның ішінде не қалады? Мына жақша түгелімен қалады. m квадрат қосылған mn қосылған n квадрат және минус 2-ні қасына тіркеп жазып қоямыз. Осылай екі көбейткішке жіктедік, екі жақшаға жіктедік. Екінші есебі 3a куб минус 3b куб қосылған 5a квадрат минус 5b квадрат. Мына жерде 3-ті жақшаның сыртына шығарайық, сонда a куб минус b куб қалады, ал мына жерде 5-ті шығарайық, сонда a квадрат минус b квадрат қалады. 3-ті жаза қойып, a куб минус b кубты ашып жазатын болсақ, дәл осы түрге келеді. Және қосылған b a квадрат минус b квадратты ашатын болсақ, a минус a плюс b болады. Мына жерде ашқан кезде a минус b болды және a квадрат плюс ab қосылған b квадрат болды. Енді бұл жерде бізде ортағы бізде a минус b болып тұр, екеуінде де ортақ көбейткіш, демек a минус b-ның ортаны алдына шығарамыз да, 3-ті мына екінші жақшаға көбейтіп ішіне жазамыз. Яғни 3a квадрат қосылған 3ab қосылған 3b квадрат. Мына жерде де a минус b шығып кетті. Одан кейін қосылған мына 5-ті a плюс b-ға жеке-жеке көбейтеміз. 5a қосылған 5b болды. Үшінші есеп x-тің алты дәрежесі қосылған y-тің алты дәрежесі қосылған x квадрат қосылған y квадрат. X-тің алты және y-тің алты дәрежелерін біздер x квадраттың кубы және y квадраттың кубы деп қарастырайық. Қосылған x квадрат қосылған y квадрат. Бұл жерде бізде a куб плюс b куб формуласына жүктейтін болсақ, яғни x квадрат қосылған y квадрат болады. Мына жерде x-тің 4 дәрежесі азайтылған x квадрат y квадрат қосылған y-тің 4 дәрежесі қосылған x квадрат қосылған y квадрат. Ортағы x квадрат қосылған y квадрат. Оны жақшаның сыртына шығарамыз, Сол кезде бізде келесі жақшаның ішінде x-тің 4 дәрежесі азайтылған x квадрат y квадрат қосылған y 4 және мына жерде мына түгелімен кеткенде плюс 1-ті тіркеп жазып қоямыз. Төртіншісі, бұл жерде a куб минус b куб қосылған a квадрат минус b квадрат. a куб минус b кубтың өзін екі жақшаға жіктейміз. a минус b, a квадрат қосылған ab қосылған b квадрат. a квадрат минус b квадратты a минус b, a плюс b деген екі жақшаға жіктейміз. Сол кезде ортағы бізде a минус b жақшаның сыртына шығарамыз да, көбейткішті алдына шығарамыз да, енді келесі жақшаның ішінде мына жақша түгелімен жазылады. Демек a квадрат қосылған ab қосылған b квадрат және екінші жақша плюс a, мына алда плюс болғандықтан ешқандай таңбалар өзгермейді, плюс a плюс b түрінде жазып қоямыз. Бесіншісі, x-тің 4 дәрежесі қосылған xy минус x-тің кубы x куб y азайтылған y-тің 4 дәрежесі. Бұл жерде біріншісінде бізде x-ті жақшаның сыртына шығарсақ, x куб қосылған y куб қалады. Екіншісінде y-ті шығаратын болсақ, x куб қосылған y куб қалады. Демек екеуіне де ортағы x куб қосылған y кубты жақшаның сыртына шығарамыз. Екінші жақшада x азайтылған y қалады. Және де мына жерде x қосылған y кубты біздер балалар, мына жерде дәл осы жақшаны ашып екі жақша түрінде жазуға болады. x қосылған y, x квадрат минус x, y қосылған y квадрат және x минус y-ті тіркеп жазып қоямыз. Алтыншы есебі a-ның 4 дәрежесі минус a куб b қосылған ab куб минус b-ның 4 дәрежесі. Бұл жерде ортағы a куб жақшаның сыртына шығарамыз. Сол кезде a минус b қалады, қосылған b куб. Жақшаның ішінде мына жерде b кубты шығаратын болсақ, жақшаның ішінде тағы да a минус b қалады. Ортағы a минус b екен, оны көбейткіштің алдына, яғни ең алдына шығарсақ, келесі жақшаның ішінде a куб қосылған b куб болады. a куб b кубтың өзі екі жақшаға жіктелетінін білеміз, сондықтан да a минус b-ны a минус b деп жазып қоямыз да, a куб плюс b кубты жақшаға жіктейміз. a плюс b болды және a квадрат минус ab плюс b квадрат. Көп мүшені көбейткіштерге осылай жіктедік. 34-те 13-ші есеп, өрнекті ықшамдауға жетпіз. 2a куб қосылған 9 азайтылған 2 жақшаның ішінде a плюс 1, екінші жақшада a квадрат минус a плюс 1. Бұл жерде бізде бірінші 2a куб қосылған 9-ты жазып қояйық, және минус 2-ні жазамыз да, мына екі жақшаның өзі a куб плюс b куб формасына келеді. Демек a куб қосылған 1-дің кубы болады. Енді біздер мына 2a куб қосылған 9 және мына жақшаны ашамыз. Минус 2 көбейтіп жақшаны ашамыз. Сол кезде минус 2a куб минус 2 болады. Бұл жерде 2a куб пен минус 2a куб қысқарады да, 9-дан 2-ні азайтамыз, 7 шықты. Екінші x минус 2 және x плюс 2 екі жақшада минус
x минус 3 және x квадрат қосылған 3x қосылған 9. Мына екі жақшаның өзі бізде x квадрат минус 4-ке жіктеледі. Алдында x-ті жазып қоямыз. Одан кейін мына екі жақшамыз x куб минус 27-ге жіктеледі. Енді x-ті жақшаның ішіндегі өрнегімізге көбейтейік. Жеке-жеке x куб минус 4x болады. Енді мына жерде жақшаны алдындағы минуспен жақшаны ашатын болсақ, минус x куб плюс 27 болады. x куб пен минус x куб қысқарады. Сол кезде 27 минус 4x деп жазамыз. Келесі үшінші есепте 3 жақшаның ішінде b минус 1-дің квадраты қосылған b плюс 2, екінші жақшада b квадрат минус 2b қосылған 4. Мына және азайтылған b плюс 1-дің кубы бар екен. Бұл есепте яғни кішкене мұқият болайық, балалар. Енді b минус 1-дің квадратын ашатын болсақ, 3-ті жазып қоямыз. b квадрат минус 2b қосылған 1 болатын екен формула бойынша. Одан кейін бізде мына екі жақша a куб плюс b кубқа келіп тұр. Яғни b-ның кубы қосылған 2-ның кубы 8 болады. Азайту мына a плюс b-ның кубы деген формула бойынша жақшаны ашамыз. Сол кезде бізде b-ның кубы қосылған 3 еселенген біріншісінің квадраты, екіншісінің бір дәрежесі еді. 3b квадрат қосылған 3 еселенген біріншісінің бір дәрежесі және екіншісінің квадраты еді. Сондықтан 3b болады қосылған үшіншісінің кубы, яғни бірдің кубы болып 1 болады, жазып қоямыз. Енді барлық жақшаларды ашатын болсақ, 3b квадрат минус 6b плюс 3 плюс b куб плюс 8 минус b куб минус 3b квадрат минус 3b минус 1 деген өрнегіміз шығады, яғни көпбөлшелер пайда болды. Енді бұл жерде 3b квадрат пен минус 3b квадрат қысқарады. Одан кейін b куб пен минус b куб қысқарады. Сол кезде бізде мына жерде минус 3b және минус 6b минус 9 қалады. Және сандардан 3 және 1 сонымен қатар мына жерде 8 қалады. Сол кезде бізде 11-ден минус 1 азайтамыз, плюс 10 шығады. Мына жерде плюс 3 пен плюс 8, олар қысқармайды. Төртінші есебіне назар аударайық. a минус 1-дің кубы минус 4a жақшаның ішінде a плюс 1, a минус 1 плюс 3 жақшаның ішінде a минус 1, a квадрат плюс a плюс 1. Бұл жерде мына өрнегімізді a минус 1-ның кубы бойынша, формуласы бойынша жақшаны ашайық. Сол кезде a куб минус 3a квадрат плюс 3a минус 1 болады. Минус 4a мына жақшаның өзі a квадрат минус 1-дің квадратына жүктеледі. Одан кейін плюс 3, мына екі жақшамыз a куб минус b куб, яғни a куб минус 1-дің кубына жүктеледі. Енді барлығын ретімен жазатын болсақ, бізде мына жерден бастап жазамыз, яғни a куб минус 3a квадрат плюс 3a минус 1-ді жазып қоямыз. Одан кейін минус 4a-ны ескере өтіп, мына жақшаны ашайық. Минус 4a-ға көбейте тұрып, сол кезде минус 4a куб болады, плюс 4a-ның өзі шығады. Себебі мына жерде минус 1-дің өзі, сол кезде минус 4a мен минус 1 көбейді, плюс 4a келеді. Қосылған 3-ті a кубқа және 1-дің кубына көбейтеміз. 3a куб минус 1-дің кубы 1, 3-ті минус 1 көбейткенде минус 3 болады. Бұл жерде a куб, 4a куб, минус 4a куб және 3a куб барлығы қысқарып кетеді. Сол кезде бізде қалады минус 3a квадрат плюс 7a минус 4. 34-те 14-ші есеп өрнекті ықшамдаңдар. Бұл жерде бізде x плюс 2, x квадрат минус 2x плюс 4 минус x, екі жақшада, яғни x минус 3, x плюс 3 минус 42. Осы өрнектерді ықшамдауымыз қажет. Бірінші жақшамыз бізде a куб плюс b кубтың формасына келіп тұр. Демек x-ның кубы қосылған 2-ның кубы 8 болады. Минус, мына жерде екі жақша a квадрат минус b квадратқа келіп тұр. Минус x-ті жазып қоямыз. x квадрат минус b-ның орнында бізде 3-дің квадраты 9 болады. Минус 42-ні жазып қоямыз. Енді x куб қосылған 8, мына жақшаны ашатын болсақ, минус x куб қосылған 9x болады, және минус 42-ні жазып қоямыз. Сол кезде бізде x куб пен минус x куб қысқарады, 9x қалады, және минус 42-ге 8-ді қосқан кезде минус 34 болды. Екінші x минус 3, екінші жақшада x квадрат қосылған 3x қосылған 9, минус x квадрат минус 16 жақшада қосылған 21. Мына екі жақшамыздың өзі a куб минус b кубқа келіп тұр. a-ның орнында x, b-ның орнында 3. x-ің кубы азайтылған 3-дің кубы 27 болады. Минус, мына жерде бізде жақшаны ашамыз, минус x куб қосылған
минус xті минус 16-ға дейін плюс 16 x болады, плюс 21-ді жазып қоямыз. X куб пен минус x кубтар қысқарады, 16x-ті жазамыз, және минус 27-ге 21-ді қосқан кезде минус 6 болады. Үшіншісі қарайтын болсақ, 2x минус 1, 4x квадрат қосылған 2x плюс 1 бір шақшада, екеуін екі шақшаға жүктеген, және минус 23 бар, минус 4x шақшаның ішінде 2x квадрат плюс 3 бар екен. Енді мынаның өзі бізде а куб минус б кубтың формасына келіп тұр. Демек, аның орнында 2x, бұның орнында 1. Сол кезде бізде 2x-тің кубы минус 1-тің кубы минус 23-ті жасамыз, және мына жақшаларды ашсақ, минус 8x куб және минус 12x болады. Енді 2x-тің кубы бізде 8x куб минус 1-ті жасамыз, 1-тің кубы минус, яғни минус 1-тің кубы минус 1 болады. Минус 23-ті жазып қоямыз, минус 8x минус 12x барлығын жазамыз. 8x куб пен минус 8x куб қысқарайын деп тұр. Сол кезде бізде сандардан минус 24 шығады, ал айнымалысы бар өрнектерден минус 12x шығады. Төртіншісі 16x, жақшаның ішіне 4x квадрат минус 5 қосылған 17 азайтылған 4x плюс 1 және 16x квадрат минус 4x плюс 1. Бұна екі жақшаның өзі а куб плюс б кубтың формасына келіп тұр. Демек, бірінші жақшаны ашып алайық, 64x куб болады, 16-ны жеке-жеке көйтеміз, 16x 5-ке өтеміз, минус 80x плюс 17 жазып қоямыз, минус мына жерде 4x куб қосылған 1-дің кубы. 64x куб минус 80x плюс 17, енді минусны ескере өтіп, мына жақшаны ашайық. Минус 64x болады, және плюс 1-дің кубы жақшаның алдындағы минус пен минус болады. 64x куб пен минус 64x куб қысқарады, сол кезде минус 80x және 17-тен бір тазайтқанда плюс 16 шықты. Осымен оқушылар, бүгін біздер б тобының есептерін шығардық. Сабақты соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Видеоны ұнап жатса лайк басыңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта жаңа сабақтарда кездескенше аман